Мен Базарбаев Мүсәлім 1946 жылы дүниеге келгенмін былайша. Так, менің аудан әкімшілігінің замын Шомпи Бауыржан туралы айтқан сөздерімді растай отырып, интернетке салып жіберген брокер деймін, не дейсіз құдай ау жөніндегі Түркістан облысынан келген Әлқожа деген кісі, ойбай үйтеміз де бүйтеміз қатырамыз деп менен сауал алған. Мен айтқам осындай 2017 жылы жиналыс жасады, 2018 жылы мал сою бекетін алдым. Бірақ Шардара ауданы әкімшілігі ешқандай жәрдем көрсетпеді. Себеп 25-30 жылдай бір орында отырған медицина бөліміне қарайтын, мәдениет бөліміне қарайтын, оқу білім орталығына қарайтын, барлық садикке қарайтын Шомпи Бауыржан деген кісі Шардара ауданының әкімшілігін басқарып отырған. Сол кісінің айтуымен Шардара ауданында аудан әкімі ауысады, ауыл шаруашылық бөлімі ауысады, қаржы бөлімінің зам әкім ауысады, басқалар ауысады, аппарат басшысы ауысады. Бірақ Шомпи Бауыржан бұл ауыспайды. Бір орында отырады. Неге? Оған дом культура қарайды, білім мекемесі қарайды, балабақша қарайды аудан бойынша, санитация қарайды, медицина қарайды. Осы бесеуіне бөлінген қаржы қалалық әкімде соған отчет береді. Шомпиевқа. Осы 5-6-ауы түскен, ауданға түскен жәндегі бюджеттен ол сыбағасын алып, 20-25 жыл, 30 жылдай отырды бір орында. Осы 2025-те бұл Пақтарал ауданына, Жетісай ауданына бір 2 ай жұмыс ауыстырып, келіп, қазіргі таңда Шардара ауданның аппарат басшысы болып отыр. Неге? Бұл кісі ауыспайды. Басқа әкімдер ауысады, замдар ауысады, именно Шомпи мырза ауыспайды. Мен айтқан сөзім Шардара ауданының басшысы, Қазақстан Республикасының басшысы Назарбаев Нұрсұлтан болса, Шардара ауданының басшысы Бауыржан Шомпиев. Бұл кісі ауыспайды. Ақша жегенді біледі. Соны жамандап, бір атар қойды, бір жаққа айдау үшін алдына бір теке емесі бір ешкіні қойып қойса, мал соның артынан ереді, қой. Ешкінің артынан ереді. Біздің ауданның әкімшілігін басқарып отқан текесі, серкесі, жәндегі Бауыржан Мамышұлы мен айтқам. Өйткені барлық әкімдер ауысады да, ол ауыспайды. Барлық аппарат басшылары ауысады да, ол ауыспайды. Бір өзі 25-30 жылдан бері жәндегі бір орында отырып келді. Зам әкім болып, оның басқаратыны Шардара ауданының бюджетіне түсетін медицина, білім бөлімесі, санитация, дом культура, балабақшаға түсетін ақшаларды ол бөлісіп алып отырды. Процентін алып, былайша айтқанда. Сөйтіп ол ауыспады. Сонымен айтып жария етілді.
Alkoca деген кісі оны интернетке салып жіберді. О кісі маған айтқаныма мені кінәлады деп неғып сотқа берді. Света деген сот кісі, o Шардараудан бас сотшысы Света деген кісі, пәленбай жылдан бері о кісі істеп келе жатыр, ауысқан емес ешқандай. Басқа аудандардың соттары ауысса, бұл кісі ауыспайды. О Шардараға байлап қойған 40 жылдан бері сот болып келе жатыр. Сол кісі маған, сен осындай аудан әкімшілігін және Шомпиевті осындай қылып айттың, сол үшін саған 1 миллион штраф деп, маған штраф салды. 1 миллион штраф салды маған. Мен сол 1 миллион штрафты қазір мен пенсиямнан төлеп отырмын. 50%-ін алып отыр. Оны алып отқан және сот орындаушы бар. O Шардарда аты жоқ, атын білмеймін жөнді. Міне солай. Сөйтіп менің жәндегі барлық немді арестке қойып қойған. Ешқандай мен ештеңе істей алмаймын, еш жерге ауыстыра алмаймын. Балдарым артына жерімді, заттарымды, үйлерімді ауыстырып беремін десем ауыстыра алмаймын. Неге? Бәрі арестке қойып қойған. Мен халық жауы болып қалғам Шомпиевтің арқасында. Міне осыны, мынау мен өзі Атажұрт партиясының мүшесімін, пәленбай жылдан бері. Бірақ мен осы қашан үндемей келіп. Енді жаныма тиіп кетті. Барлық зат қымбаттап жатыр. Қымбаттамаған зат жоқ. Кеше газ баллонын алу үшін 2000 төледім. Кішкентай газ баллонға 2000 ақша төледім. Ол неше күнге жетеді білмеймін. 127 теңгеден болды деді ме, 107 теңгеден болды деді ме, сондай деп айтты. Сонымен мен өзім бара алмаймын. Бір инсульт алдым, өзім емдеп жүрген адаммын. Шөп шалаңмен. Міне осыны жарай етіп отырмын. Енді Құда қалса интернетке салып жібермекшімін. Сау саламат болыңыздар, бақытты баянды болыңыздар. Өмір жастарыңыз ұзағынан болсын. Мынау ауданның әкімшілігі қазір Әсемай деген жерден, мынау Шағала деген ауыл округынан бірнеше үйлер сатылды. Бірақ кімдер алып жатыр? Жетім-жесірлер алып жатқан жоқ. Кімнің ақшасы бар, солар алып жатыр. Кімнің туысқаны бар, кімнің әкесі бар, кімнің жәндегі ағасы бар, кімнің ақшасы бар, солар алып жатыр. Ал енді мен бір-екі кісілерді білем жәндегі, жесір әйелдерді, 2-3 баласы бар. Олар 10 жылдан бері, 20 жылдан бері өшерде тұрса да, оларға учаске де жоқ, үйде жоқ, сонымен жүр бекерге. Сау саламат болыңыздар.